Алматы технологиялық университеті 70 жылдан астам тарихы мен академиялық дәстүрлері бар жоғарғы оқу орны. Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындар студенттер арасында өткізілген 18-ші республикалық пәндік олимпиаданың екінші кезеңін өткізу алаңына айналды. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылған олимпиада еліміздің жетекші жоғарғы оқу орындарын біріктірді. Биылғы олимпиадада Қазақстанның барлық өңірлерінен келген студенттік қауымдастықтың үздік өкілдері 19 университеттен 25 команда және 82 қатысушы қатысты. Олимпиада прошла по 3 ключевым направлениям подготовки. По направлению производства продуктов питания участие приняли 12 команд из 12 вузов, 40 участников. По направлению текстиль, одежда, обувь и кожаные изделия 6 команд из 6 вузов, 18 участников. По направлению химическая инженерия и процессы 7 команд из 7 вузов, 24 участника. Теоретические и практические этапы позволили участникам продемонстрировать высокий уровень знаний, профессиональные компетенции и готовность к решению прикладных задач. Сегодня подводятся итоги, и конкурсные комиссии определяют сильнейших. Но уже сейчас очевидно, каждый участник сделал шаг вперед к своему профессиональному будущему. Мы искренне благодарим всех участников за высокий уровень подготовки, целеустремленность и стремление к развитию. Именно такие молодые специалисты формируют будущее науки, индустрии страны. Сіздерді Алматы технологиялық университетінде әрдайым күтеміз. Ату, білім мен тәжірибе тоғысқан жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын орта. Осындай алаңдарда сіздер өз әлеуеттеріңізді толық ашып, болашақ маман ретінде қалыптасуға қадам жасайсыздар. Келешекте сіздерді Ату қабырғасында жаңа жетістіктермен бірге көруге қуаныштымыз.